Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде қазақ тіл сабағы 79 сабақ септік жалғауының емлесі. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Бүгінгі сабақтан сен мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып үйренетін боласың, сондай-ақ септік жалғауларының қалай жазылатынын білесің. 74-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Адамды табиғаттан, табиғатты адамнан бөліп қарауға болмайды. Табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлары мен өсімдіктері адам үшін тіршілік етудің басты көзі болып табылады. Сондықтан табиғатты туған анаңдай көріп, туған ұлыңдай қорғауың қажет. Оған бабаңдай табынуың керек. Егер сендер ағаштарды аяусыз сындырып, гүлдерді жұлып, құстардың ұясын бұзып, жазықсыз жәндіктерді өлтіріп, ағып жатқан суға қоқыс қалдықтарын тастасаңдар, табиғат анамыз тарығады. Мұндай жағымсыз қылықтардан аулақ болайық, балалар. Бұл мәтін бойынша бізге берілген тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Мысалы, егер табиғатты қорғамаса, қандай апатты жағдай болуы мүмкін? Міне осы сияқты біз қазір сұрақтар құрастырып көрейік. Егер табиғаттан алатын нәрселерді дұрыс пайдаланбаса, не болуы мүмкін? Егер апатты жағдайлар болса, адамзатқа зияны қандай? Адамзат баласы табиғатсыз өмір сүре ала ма? Келесі бізде 75-ші жаттығу. Жұмбақты оқып жатқа айт, шешуін тап. Екі ішек бар далада, ауылды жалғар қалаға, қаланы жалғар ауылға, екі ішекпен зулай дел, жауында да дауылда. Зат есімдерді тауып қай септікте тұрғанын айт. Оқушылар, ең алдымен біз жұмбақтың шешуін тауып көрейік. Бұл жұмбақтың жауабы пойыз жолы. Ал енді осы жұмбақтың ішінен зат есімдерді табайық және қай септікте тұрғанын ажыратып көрейік. Далада, жауында, дауылда, жатыс септігінде. Қаланы, ауылды, табыс септігінде. Қалаға, ауылға, барыс септігінде. Ішекпен көмектес септігінде тұр. Келесі бізде 76-ші жаттығу. Берілген зат есімдерді екі түрлі септікке қойып, жақшадағы сөзбен тіркестіріп жаз. Мына жерде бізде сөздер берілген, сол сөздерден біз жақшаның ішіндегі сөзбен тіркестіріп жазуымыз қажет. Міне үлгісі көрсетілген: жіпті байлау, жіппен байлау деген сияқты. Қане, енді қазір бәріміз бірігіп берілген зат есімдерден сөз тіркестерін құрастырайық. Гүлнұрға бару, гүлнұрмен бару. Қолды жуу, қолмен жуу. Әнді айту, әнімен айту. Келесі жаттығу 77-ші жаттығу. Мәтелді оқып жатқа жаз. Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті. Көмектес септігіндегі сөздердің жалғауына назар аудар. Мәтелдің мағынасын түсіндір. Қане оқушылар, ең алдымен біз осы мәтелден көмектес септігіндегі тұрған сөзді тауып алайық. Көмектес септігіндегі тұрған сөздер жасымен, тасымен. Мағынасы елдің, халықтың көркін ашатын білімді өнерлі жастар, ал таудың көркін ашатын тастар. Келесі жаттығу. Төмендегі сөздердің тиісін қойып, өлеңді қалпына келтір. Өз отаным маған күн, мен басқаны ұқпаймын, әкем менен анамның айтқанынан шықпаймын. Келесі 79-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Табиғатты адамнан бөліп қарауға болмайды. Суға қоқыс тастама, құстардың ұясын бұзба. Бұл оқиғаны журналдан оқыдым. 80-ші жаттығу. Табиғатты қорғайық нұсқаулығын толықтыр. Ағашты кеспе, гүлді жұлма, суды ластама, құстарға тиіспе, жәндіктерді өлтірме, орманда от жақпа.